Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді баклажаннан жасалынатын, ерекше дәмімен таңғалдыратын және соуспен таңғалдыратын рецепті ұсынамын. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Ең алдымен бізге 2 дана баялды қажет, яғни 2 дана баклажанды жақсылап жуып аламын. Содан кейін өзімізге қалаған пішінде кесіп аламыз. Дөңгелекше етіп кессеңіздер болады, немесе ұзыншалапты кессеңіздер болады. Мен барлығын ұзыншалап кестімді, шет жағынан бастап қисайтып кесіп, ұзын 4 бұрышты етіп жасап шықтым. Салқын суға дайын баклажандарымызды саламын да үстіне тұз сеуіп қойып қоямын. Сол кезде бізде ащы дәмі кетеді. 1 дана сәбізді алып, теркадан ұзыншалап етіп, теркадан өткіземін. Баклажаннан жасалынған тағы да 1-2 рецептердің барлығын описание бөліміне сілтемесін қалдырып қоямын. Сол жерден кіріп, неше түрлі баклажаннан жасалынған рецептерді өз дастархандарыңызға жасаңыздар. Енді 1 дана пиязды алып, жұқалап кесіп шығамын. Тұрғандарыңыздай 1 дана тағы да болгар бұрышын ұзыншалап тұрып турадым. Енді қызып тұрған майға баклажанымызды жақсылап қуырып аламыз, яғни жұмсарып, жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін баклажанды бөлек тарелкаға салып қоямыз да, сол табаға жаңағы біздің сәбіз, пияз және болгар бұрышын барлығын бірдей салып, жақсылап жұмсарғанша тағы да қуырамын. Енді 1 дана чеснок және ұзыншалап туралған басқа болгар бұрышын салып, жақсылап тағы да қуырамын. Жұмсарғанша қуырып аламын. Ешқандай су құймаймын, дәміне қарай тұз саламын да, бетін жауып, орташа отта бұқтырып 5 минутқа қойып қоямын. Міне қараңыздар, бізде сәбіз барлығы жұмсарды. Енді барлығын бірге саламыз. Салатымызды, яғни сәндейміз. Ыдысқа бірінші жаңағы қуырылған баклажанды саламын. Жақсылап орналастырып шығамын да, сосын үстіне сәбіздің жасалынған зажарка дейді ғой, соны салып, тағы да жақсылап орналастырып шығамын. Соусын дайындаймын. Бөлек ыдысқа 2 қасық су, 2 қасық алма уксусы және 1,5 қасық қант, дәміне қарай тұзды салып, жақсылап араластырамын да, қант ерігенше 5 минутқа демалдырып қоямын. Сәндік үшін өздеріңіз қалаған аскөкті салсаңыздар болады. Міне менде қант еріді. Енді осы соусты құямын да, жақсылап барлығын араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырып қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және де дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Сіздермен болған Гүлназ. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.